Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 42-ші сабақ. Тақырыбымыз әлемнің кереметтері. Балалар, каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Әлемнің кереметтері. Қажетті ақпаратты табасың. Бірінші тапсырма. Әлемнің 7 кереметі туралы естіп пе едің? Ой бөліс. Әлемнің 7 кереметі дегеніміз, ол біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда Ескендір Зұлқарнайын Кіші Азия, Орта Азия, Мысыр, Оңтүстік Үндістан территорияларын жаулап алғаннан кейін саяхатшыларды қызықтыру үшін осы жерлердегі 7 орыннан таңдаған сәулетті ескерткіштері болып табылады. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Вавилонның аспалы бағы. Вавилонның аспалы бағы әлемнің алғашқы 7 кереметінің бірі. Бұл бақты Вавилон патшасы Навуходоносор әйелі Аметис патшайымның құрметіне салғызған. Медиялық патша қызы Вавилонның шаңдағында өз еріндегі гүл құрақтың хош иісі мен ағаштың сыбдырын аңсайды. Сонда патша Медиа баурайындағы саялы мекеннің елесін орнату үшін осы бақты салдырады. Аспалы бақтың құрылысына патшалықтың күш қуаты жұмылдырылып, тәжірибелі құрылысшылар мен математиктер қатысқан. Бірнеше қабаттан тұратын бақтың табанына тас төселіп, оның үстіне қамыс жайылған. Су өтпес үшін қамыс үстіне асфальт немесе және қақталған қорғасын жабылған. Мұның үстіне зәулім ағаштың өзі тамыр жайып шығатындай етіп топырақ төселген. Бұл жасанды жолмен жасалған бақта жұбайлар қыдыратын, демалатын, тамақтанатын. Патшайым бақтың ең үстіңгі қабатында судың сылдырына рахаттана құлақ түріп отыратын. Ал бұл су Ефрат өзенінен каналдар жүйесі арқылы келетін. Патшайымның сұлу бейнесі ұрпақтар есінде көмескі тартып, Ассирияның әйел патшасы есімімен астасып сақталған. Сондықтан да аспалы бақты Семирияда бағы деп атайды. Әлемнің 7 және 37 кереметі кітабынан алынған. 3-ші тапсырма. Суретке зер сал. Мұнда аспалы бақтың қазіргі нұсқасы бейнеленген. Мәтінмен салыстыр. Мәтінмен салыстырсақ, балалар, бұл жерде патшайым бақтың үстінде ең үстіңгі қабатында судың сылдырына рахаттана құлақ түріп отыратын деген жерінде мәтінге сәйкес келеді. 4-ші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, аспалы бақтың алғашқы нұсқасын сипатта. Жалпы сұлбасын қалай салар едің? Яғни балалар, мәтінге қарай отырып, аспалы бақты өзіңіз сипаттап, көз алдарыңызға елестетіп, суретін салуларыңызға болады. 5-ші тапсырма. Мәтіндегі жалқы атаулардан сөздік құрастыр. Вавилон аспалы бақтың атауы. Медиа патшаның қызы. Ефрат өзеннен келетін су. Аметис бұл патшаның әйелі. Навуходоносор Вавилон патшасы. Семирамида бұл аспалы бақтың атауы. 6-ші тапсырма.
сен білесің бе? Өзіңді тексер. Балалар, бұнда екі бағандағы кестеде әлемнің 7 кереметі және Қазақстанның 7 кереметі берілген. Сонымен әлемнің 7 кереметі. Бұл бірінші Мысыр пирамидалары. Екінші Бабылдың аспалы бағы. Үшінші Эфестегі Артемида ғимараты. Төртінші Олимпиададағы Зевстің мүсіні. Бесінші Галикарнастағы Мафсол патшаның табытханасы. Алтыншы Родос аралындағы күн құдайы Родос алабы. Жетінші Александрия шам шырағы болып табылады. Балалар, енді Қазақстанның 7 кереметі туралы айтайық. Қазақтың жерінде де әлемнің 7 кереметі секілді кереметтей жерлер кездеседі. Балалар, Қазақтың 7 кереметіне кереметтей сәулетті көрнекі жерлерін жатқызған. Ең әуелі таңбалы тас суреттері, яғни тасқа қашалып жазылған ежелгі замандағы суреттер. Екінші бұл алтын адам. Үшінші қазақтың киіз үйі. Төртінші біздің қасиетті домбырамыз, яғни домбыра. Бесінші Яссауи кесенесі. Алтыншы Маңғыстау жер асты мешіті. Жетінші Астана бәйтерек. Балалар, осы біздің Қазақстандағы 7 кереметті көруге әлемнің басқа елдерінен де туристер келіп көруде. Бұның барлығы дерлік Қазақстанның тамаша, әсем және кереметте қалай екендігін білдіреді. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.